Қайырлы күн. Енді көп санды кісілерден келіп жатыр. Мотоциклім от алып тұр, бірақ өшпейді дейді. Кілтке және қызыл кнопкаға. Енді мына Mofettің де ток жолы мотоциклмен бірдей. Мен әзір соны осы Mofettің ток жолы арқылы сіздерге көрсетіп берейін. Бізде сатылымда мотоциклден басқа Mofetтеріміз де бар. Мына суреттегідей. Оптым немесе розница алам десеңіздер, телефон нөміріміз 8-705-24-44-800. Қазақстанның кез келген жеріне доставкамыз бар. Міне бұл Mofettің коммутаторы. Мотоциклде де тура осындай коммутатор болады. Енді оның тек мотоциклмен екеуінің оқсамастықтары мына солатын штикерлерінде ғана өзгерістер болады. Негізгі ток жолдары барлығы бірдей деп айтуға болады. Енді осы коммутатордан шығып тұратын мынандай бір тоқсын болады. Ақ сызығы бар қара тоқсын болады. Осы ақ сызығы бар қара тоқсын тек ешқайда бұрылмайды, тек осыдан кеткеннен кейін бірден ол замоктың түбіне барады. Одан кейін мотоциклдерде жаңағы қызыл кнопкаға барады. Енді осының жолынан үзілген жағдайда мотоцикліңіз от алғаннан кейін қайтадан өшпей қояды. Енді әдетте мынаны дәл осы жерден тексерудің ең бірінші әдісі, осы жерден бір жерінен үзіп алып, осы ақ сызығы бар қара токсинді рамаға тигізіп көретін болсақ, егер коммутаторыңыз жұмыс жасап тұрса, онда мотоцикліңіз өшеді. Егер бұл коммутатор жұмыс жасамай тұрса, онда мотоцикліңіз өшпей қояды. Мейлі мотоцикл болсын, мейлі Mofett болсын, екеуі де дәл осы қағидамен жұмыс жасайды. Видео керектеріңізге жарап жатса, лайк басып қолдап отырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.